Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге асқабақтан жасалатын өте дәмді тағамды бірге дайындайтын боламыз. Бұл тағамды балаларыңыз да сүйіп жейтін болады. Балаларға таптырмас өте пайдалы тағамдарымыздың бірі. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз өзімізге қажетті асқабақтарды тазалап, осылай жуып алатын боламыз. Енді кубик етіп турап шығамыз. Кез келген көлемде турасаңыздар болады. Асқабақтарымыз тез пісетін болады. Мен осылай дайындап алдым. Енді табамызды қыздырып қойдым. Қызып тұрған табамызға мен май құйып жібердім. Оның үстінен асқабақтарымызды салып, қызарғанша қуыратын боламыз. Достар, менің видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан тез дайындалатын өте қарапайым, керемет рецепттердің барлығыны қазақ тілінде таба аласыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийға жазып қалдырыңыздар. Міне біздің асқабақтарымыз осылай әдемі болып қуырылып жатыр. Осылай ауыстырып, яғни аударып тұрамыз. Қып-қызыл болып қуырылғанша осылай тоқтатпастан жоғары отта қуырамыз. Дайын болған білгілеріңіз келсе, таяқшамен көріп алсаңыздар болады. Қуырып жатып та асқабақтарымыз пісіп қалуы мүмкін. Мен осылай таяқты тығып көрдім. Менде сәл ғана бар екен. Енді қақпағын жауып, төмен отта дайын болғанша қойып қоятын боламыз. Не біздің асқабақтарымыз дайын болды достар. Қараңыздар, қандай керемет, қып-қызыл болып қуырылып шықты. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл картоптың дәмі сияқты. Нанмен жесеңіздер, таптырмас, тәтті, тез дайындап жіберуге керемет тағам. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.